Саламатсыздар ма, құрметті достар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сынып математикасының сабағы қорытындылау. Сонымен бірінші тапсырма. Мәтінде берілген мәліметтерді пайдаланып, екі жай есеп құрастыр. Саған мәтіндегі қандай мәліметтер қажет болмады дейді. Берілген ақылмен оқып алайық. Каспий теңізі біздің ғаламшардағы ерекше табиғи су қойма. Оны әлемдегі ең үлкен көл деп атайды. Солтүстіктен оңтүстікке дейін 1030 километрге, шығыстан батысқа дейін 435 километрге созылып жатыр. Каспий теңізі қазан шұңқырының өлшемі бойынша әлемдегі ең ірі тұйық су қойма. Оның жалпы ауданы 371 мың километр квадрат екен. Өткен ғасырдағы 80-ші жылдарындағы ғалымдардың дерегі бойынша, онда 380 мың итбалық болған. Қазір олардың саны 110 мыңға жуық. Жалпы осы есептегі мәліметтерді пайдаланып есеп шығарайық, берілгенін жазып алайық алдымен. Сонымен берілгені солтүстіктен оңтүстікке қарай 1030 километр екен, солтүстік деп жаза салайын. Солтүстіктен оңтүстікке қарай жалпы 1030 километр, 1030 километр. Ал енді шығыстан батысқа дейін, шығыстан батысқа қарай қанша еді? 435 километр екен. 435 километр, Ал енді бізге қанша артық екенін анықтауымыз керек, Қанша километр артық деп жазып қояйық мына жерге. Артық. Ал енді шешуін анықтау үшін шешуі 1030-дан азайтады екенбіз. 435-ті тең болады 595 километр, Сонда жауабы 595 километр артық екен. Бұл бізде бірінші есеп. Бізге екі есеп құрастыр деген, Ал енді екіншісін орындайық. Екінші есеп берілгені 80-ші жылдары 380 мың екен. 80-ші жылдары 380 мың екен, 380 мың. Ал қазір 110 мың, Қазір 110 мың екен. Ал енді қаншаға азаяды екен? Соны. Қанша кем екенін анықтайық, Қанша кем екенін анықтайық. Шешуін анықтау үшін жалпы 380 мыңнан азайтамыз 110 мыңды, Одан азайтатын болсақ 270 мың болады екен, 270 мың. Сонда жауабы 270 мыңға кем екен. 270 мыңға кем деп жазып қояйық. Бұл бізде бірінші тапсырма, ал енді келесі екінші тапсырмаға өтейік. Келесі екінші тапсырмада есепті оқы. Сызбаға қара, сызбада қандай мәліметтер жетіспей тұр, есепті шығар. Арақашықтығы 215 километр болатын екі айлақтан бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа екі кеме шықты. Біреуінің жылдамдығы 23 километр сағат, ал екіншісінікі 28 километр сағат.
Дәл осындай жылдамдықпен қозғалатын болса, 12 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады дейді. Иә? Демек, берілген ең алдымен жазып алайық. Берілгені, есептің берілгені. S бізде қашықтық 215 километр, иә? Ал V1 жылдамдығымыз бізде 23 километр сағат екен. Ал V2 жылдамдығымыз 28 километр сағат екен. Және Т уақыт берілген, Т тең 12 сағат. Бізге анықтау керек, олардың арақашықтығы қандай. Яғни S2 арақашықтығын анықтауымыз керек екен. Шешуін анықтауымыз үшін біз ең алдымен V қашықтығын анықтауымыз керек. V қашықтық тең болады V1 жылдамдықпен V2 жылдамдығының қосындысы. V1 бізде 23 қосылған 28 тең болады 51 километр сағат. Бұл V қашықтық жылдамдығы. Ал енді S1 бірді табуым үшін V қашықтықты көбейтеміз уақытқа, яғни Т-ға. Сонда 51-ді көбейтеміз 12 сағатқа тең 612 километр болады екен. Онда S жалпы, мына жерде яғни жалпы ғой, S жалпыны анықтауымыз үшін S-ке, яғни қашықтыққа қосамыз қашықтық бірді. Сонда 215-ке қосамыз 612-ні тең болады 827 километр. Сонда жалпы жауабы жалпы 12 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 827 километр болады екен. Бұл жауабы. Екінші тапсырма аяқталды. Сонымен үшінші тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырмада есепті шығар. Ауылдан қалаға дейінгі арақашықтық 50 километр. Ауылдан қалаға қарай 5 километр сағат жылдамдықпен жаяу жүргінші шықты. 2 сағаттан кейін оған қарама-қарсы бағытта 15 километр сағат жылдамдықпен велосипедші шықты. Олар неше сағаттан кейін кездеседі дейді. Демек, ең алдымен берілгенін жазып алайық. Берілгені. Демек, S бізде қашықтық берілген 50 километр. V1 жылдамдығымыз бізде 5 километр сағат екен. V2 жылдамдығымыз 15 километр сағат. Бізде Т уақытымыз 2 сағат. Ал енді бізге табуымыз керек, олар неше сағаттан кейін кездеседі. Т жалпы деп қоясың, анықтауымыз керек. Жалпы шешуін анықтау үшін шешуі S1 тең V1-ді көбейтеміз Т-ға. Сонда 5-ті көбейтеміз 2 сағатқа тең 10 километр болады екен. Ал енді S2 қашықтығын анықтауымыз үшін S қашықтықтан азайтамыз S1 қашықтықты. Сонда 50 километрден азайтсақ 10 километрді тең 40 километр болады. Ал енді V қашықтығын анықтауымыз, V жалпыны анықтауымыз үшін V1-ге қосамыз V2-ні тең болады 5-ке қосамыз 15-ті тең болады 20 километр сағат. Ал енді Т уақытын анықтау үшін S2-ні бөлеміз V жалпыға. Тең болады 40-ты бөлеміз 20-ға тең 2 сағат. Сонда жауабы олар 2 сағаттан кейін кездеседі екен. 2 сағат.
Жауабы 2 сағат. Келесі 4-ші тапсырма. Есепті шығар. Ара қашықтығы 75 километр болатын екі автобекеттен бір уақытта бір бағытта автобус пен мәшине жолға шықты. Автобус 65 километр сағат, мәшине 80 километр сағат жылдамдықпен жүрді. 4 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қанша болады дейді. Алдымен берілгенін жазып алайық. Сонымен берілгені бізде ара қашықтығы берілгені жалпы ара қашықтық бұл S, S шамамен белгіленеді. S1 тең бізде 75 километр екен. Және екінші V1 жылдамдығымыз 80 километр сағат, 80 километр сағат. Ал V2 жылдамдығымыз 65 километр сағат екен. Т уақыт бізде яғни 4 сағат. Табу керек S жылдамдық. S ара қашықтығын, сонымен шешуін анықтау үшін V қашықтықтан, яғни V1-ден азайтамыз V2-ні, Сонда 80-нен 65-ті азайтады екенбіз. V қашықтық бізде 15 километр сағат шығады екен. Ал енді S ара қашықтығын анықтауымыз үшін 75-тен азайтамыз 15 километр сағат шықты, 15 көбейтілген 4 VT, яғни тең 75-тен азайтамыз 60-ты тең 15 километр шығады екен. Сонымен жауабы 15 километр. Бұл бізде 4-ші тапсырма. Ал енді келесі 5-ші тапсырмаға өтейік. 5-ші тапсырмада тапсырманы орында. М қаласынан Н қаласына 3 жол, ал Н қаласынан X қаласына 2 жол шығады. Н қаласы арқылы өтетін неше жол М қаласынан X қаласына әкеледі? Биылғы жылы М және N және X қалалары арасына тағы бір жолдан салынды. Енді неше нұсқа болады дейді. Демек, олардың жалпы біз алдында жазған едік, мысалы М N қаласына 3 жол екен, Ал енді N X, N және X жолдар екен. Демек, оларды былай шығарайық. Мысалы, М қаласынан N қаласына бұл А жолы деп есептейік. М қаласынан N қаласына бұл Б жолы. М қаласынан N қаласына және С жолы. Және N қаласынан Д жолы екен. Тағыда X қаласынан N қаласына Е жолы екен. Ал енді біз оларды бір-бірімен жазып шығайық. Мысалы, А мен Е жолы екен. Бұдан кейін Б мен Е жолы, С мен Е жолы. Осылай жазамыз. Ал енді келесі Д жолынан жазып шығайық. А мен Д жолы, Б мен Д жолы және С мен Д жолы. Сонда жалпы бұл жерде 6 жол болды, енді. 6 жол болды. Ал енді тағы бір жол салынатын болса, онда мысалы былай салып көрейік. Мысалы, мына жерде А жолы, Б жолы, С жолы және К жолы, Және оларға жолдар салынатын болса, Д жолы салынған, Оған бір F жолды салып
құрастырайық. Сонда жалпы мына жерде n жолы болса, былай құрастырады екен, иә? Мынау A жолы, B жолы, S жолы, K жолы, иә? Барлығы бір нүктеде жолдармен қиылысып жатыр, иә? Міне. Егер де мына F жолы қосылатын болса, онда жауабы былай болады екен, иә? AE жолы, BE жолы, SE жолы, KE жолы және басынан AD жолы, BD жолы, CD жолы және KD жолы. AF жолы, иә? Сонда жалпы барлығы бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AF жолы 9, BF жолы 10, 11, 12 жол болады екен. Сонда жауабы бір жол, мына жерде тағы бір жолдан салынған болатын болса, онда жауабы 12 жол болады екен. 12 жол. Келесі 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырмада қателерді тап, амалдарды орындай отырып дұрыстығын тексер дейді. 269-ды 27-ге көбейткенде 7-ні 9-ға көбейтсек, 63, 6-сы ойда, иә? 6-сы ойда, мына жерге 6 ойда, 7 жердегі 6-ын 42, ойдағымен 48, 4-і ойда, 7 жердегі 2-ін 14, 14 ойдағымен 8 болу керек, иә? Демек, мына жерде 8 болады екен. Қате жазылған, иә? Келесі, 2-ні 9-ға көбейтеміз 18, 1-і ойда, 2-ні 6-ға көбейтеміз 12, ойдағымен 3, 13, 1 ойда, 4, 5, 538, иә? Ал енді қосайық. 3-тің өзі түседі, 16, 1 ойда, 8-ге 3-ті қосамыз 11, мына жер сонда 12 болып өзгереді екен, иә? 12, 1 ойда, 1-ге 5-ті қосамыз 6, ойдағымен 7, мына жер 72 болып өзгереді екен. Осындай қателіктері бар екен. Бізге қатені тексер деген, иә? Ал енді келесі. 769-ды 524-ге көбейткенде 4 жердегі 9-ың 36, 3-і ойда, иә? 4 жердегі 6-ың 24, 3-ті қосамыз 27, 2-сі ойда. 4 жердегі 7-ің 28, ойдағымен 30. Дұрыс екен. Бірінші қатар, екінші қатар. 2-ні 9-ға өтеміз 18, 1 ойда. 2-ні 6, 12, ойдағымен 13, 1 ойда. 2-ні 7-ге 14, ойдағымен 15. Дұрыс. Демек, жауабы 6, 7-ге 8-ті қосамыз 15, 1 ойда. 0, 3, 4, 3-ге 8. Мына жерде сонда 6 түседі, 7-ге 8 қосамыз 15, 1 ойда, 4, 8, бұл бізде дұрыс екен, иә? Үшінші қатарды ұмытып кеткен екен ғой, бәсе неге жазылмаған деп қоям. 5-ті 9-ға мына қатар бізде болмайды, иә? Өйткені 3 қатар болғандықтан 5-ті көбейтпей тастап кеткен, иә? 5-ті 9-ға көбейтеміз. Мына жерде 45 болады. 4-і ойда болады. 5 жердегі 6-ың 30, 34, 3-і ойда. 5 жердегі 7-ің 35, 38 болады екен, иә? 38. Ал енді барлығын қосамыз. 6 түседі, 15, 1 ойда, 3, 4, 3, 9, мына жер қате жазылған. Бір қатарын тастап кеткен екен ғой, неге қате деймін? 400, мына жер 2 болады, иә? 402.956. Ал енді үшіншісін тексерейік. Бірден береміз. Так, мынау дұрыс. Біріншісі дұрыс екен, екіншісі. Мына жерден 4-тен берейік, иә? Мынау қате болыпты. Сонда, так. 1404 болады екен көбейткен кезде, иә? Одан азайтқан кезде мына жер 91 болады екен. Мына жерде 702 болып түседі. Жалпы үшінші есебінің жауабын жаза салайын, иә?
5000, 1426, иә? Қатесі. Өшіп кетті компьютер. Келесі 7-ші тапсырмаға өтетін болсақ, 7-ші тапсырмада өлшеулер жүргізіп, фигураның боялған бөлігінің ауданын тап. Боялған бөлік барлық фигураның қандай бөлігін құрайды дейді. Ең алдымен олардың қабырғаларын есептеп алайық, иә? Өлшеулер жүргіз деген, яғни мына жер мысалы 2 сантиметр өлшеген кезде. Ал мына жер 4 сантиметр екен, иә? Ал енді берілген жасайық. Б-сы тең АД-ға, иә? Олардың ұзындықтары 4 сантиметр. Ал АБ тең болады СД-ға. Олардың ұзындықтары 2 сантиметр екен. Енді фигураның боялған S үшбұрышты анықтауымыз керек екен, иә? Үшбұрыштың ауданын. Сонымен шешуін анықтау үшін ең алдымен төртбұрыштың қабырғасының жалпы ауданын тауып аламыз. 4-ті 2-ге көбейтсек тең 8 сантиметр квадрат. Бұл төртбұрыштың ауданының формуласы, иә? Ал енді S үшбұрыштың ауданын табу үшін S төртбұрышты, яғни S тік төртбұрыштың ауданын бөледі екенбіз 2-ге. Сонда 8-ді 2-ге бөлсек 4 сантиметр квадрат шығады екен, иә? Жауабы. Сонда жауабы ауданы 4 сантиметр квадрат болады екен. Келесі 4-ші тапсырма. Жәшікте түстері әртүрлі 6 кішкентай шар бар. Қызыл, сары, жасыл, көкшіл, қызғылт және қара. Әлия жәшіктен қарамай тұрып бір шар алады. Егер алынған шар қызыл түсті болмаса, оны шетке қояды да, қызыл түсті шар алғанша жалғастыра береді. Әлияның жәшіктен қызыл түсті шар алуға қаншалықты көбірек мүмкіндігі бар дейді. Жалпы қарайтын болсақ, қызыл, сары, жасыл, көк, қызғылт және қара 1, 2, 3, 4, 5, 6 екен, иә? Яғни 1 қосылған 1 қосылған 1 қосылған 1 қосылған 1 қосылған 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оның біреуі қызыл болуы мүмкін, немесе соңғысы қызыл болып қалуы мүмкін. Дегеніміз жалпы 6 мүмкіндігі бар екен, иә? 6 мүмкіндік екен. Бұл 8-ші тапсырма, ал енді келесі 9-ші тапсырмаға өтейік. 9-ші тапсырмада әрбір қатардың заңдылығын анықта. Әр қатарда 4 саннан жазып, қатарды жалғастыр дейді. Бірінші 254, 250, 246 берілген, иә? Оны жазатын болсақ, А есебінде 254, 250, 246. Бұл жерде қарайтын болсақ, үлкен саннан кіші санға қарай төмендеп бара жатыр, иә? Минус 4 санға кеміп бара жатыр екен. 254-тен 250-ді азайтсақ, 250, 250-ден 4-ді азайтсақ, 240, иә? Әрі қарай 4 саннан жазу кереккен. Демек, 246-дан енді минус 4 санды азайтатын болсақ, 242 қалады, иә? Келесі 242-ден минус 4 санды азайтып тастайтын болсақ, 238 қалады екен. Келесі 1, 2, 3, 4-шісі, иә? 238-ден минус 4 санын азайтып тастайтын болсақ, 234 қалады екен, иә? Келесі минус 4 азайтып тастайтын болсақ, 230 қалады екен, иә? Осылай есептейткенбіз. Міне біз 4 санды жаздық, 242-ден бастап 230-ға дейін, иә? Ал енді А есебіне қарайтын болсақ, А есебінде 128, 132, 136. Бұған қарайтын болсақ, керісінше кіші саннан үлкен санға қарай көбейіп бара жатыр, иә? 136 екен. Демек, бұл дегеніміз 128,
132 плюс 4 санға артып бара жатыр екен, иә? Демек, бұл жерде плюс 4 санын қосады екенбіз. Сонда 136-ға 4-ті қосатын болсақ, 140 болады, иә? Оған қосамыз плюс 4-ті, 144 болады, иә? Оған қосамыз плюс 4-ті, 148 болады, иә? Және тағы оған қосамыз 4-ті, 152 болады екен, иә? Біз міне 4 санды жалғастырып жаздық. Осылай жауабы қалады екен. Келесі 10-шы тапсырмада. Тапсырманы орында. Егер сандағы барлық цифрлар әртүрлі болса, онда 6, 7, 8, 9 цифрларының көмегімен әртүрлі екі таңбалы қанша сан жаза аласың? Барлық нұсқаны жаз дейді. Жазып шығайық. 6, 7, 8 және 9 сандар, иә? Демек, екі таңбалы сан құрастырайық. 67, 68, 69, немесе 76, 78, 79, иә? Келесі 86, 87, 89 және келесі 96, 97, 98. Сонда жалпы барлығы 12 екі таңбалы сан құрастыруға болады екен, иә? Жауабы 12 екі таңбалы сан жазуға болады екен, иә? Жазуға болады деп жазып қояйық. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар, достар. Келесі кездескенше.